күн, құрметті достар. 2013 жыл Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні болып жарияланды. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адам бойындағы ар ұятын, ақыл ойын, мәдениеттілігін, адамгершілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті, еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Аудандық Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан аналар кеңесі құрылған. Кеңестің мақсаты ұрпақтар сабақтастығын, ұлттық дәстүрлер мен отбасылық құндылықтарды нығайту мен сақтау. Аудандық аналар кеңесінің мүшесі Асаубаева Құралай Болатқызы бүгін бізде қонақта. Құралай Болатқызы аяулы жар, бақытты ана, ұлағатты ұстаз. Құрметті Құралай Болатқызы, қош келдіңіз. Сізді бүгінгі отбасы күнімен құттықтаймын. Рахмет. Бақытты отбасы болу үшін әрбір адамның бойында қандай қасиет болу керек? Әрине, бақытты отбасы болу үшін сол отбасы мүшелерінің әрбірінің бойында ең бірінші сол отбасына деген сезімталдық, бауырмалдық, отбасы мүшелеріне деген бір-біріне деген жанашырлық және сонымен қатар отбасы үшін жауапкершілік әрбір мүшесінің, мысалы әкема әкенің жауапкершілігі, анама ананың жауапкершілігі, балама әрқайсының өзінің, әр тұлға өзінің жауапкершілік сезімін ұстана алса, сезіне алса, сол кезде отбасының беріктігі ұлғая түспек. Қазіргі жас отбасылардың ажырасуының басты себебі не деп ойлайсыз? Бұл енді бүгінгі күн тәртібінен түспей тұрған ең өзекті мәселе десе де болады. Нағыз әрбір адамның жанын ауыртатын нәрсе десе де болады. Көп жағдайда осы үйлене салып, бас қоса салып, артынша ажырасып кетіп жатқан жанұяларды көргенде жанымыз ауырады, уайымдап қаламыз. Қалай болғанда да әйтеуір бұл қазақтың жанұясы ғой деп. Көп жағдайда енді мен ойлаймын, осы жас отбасылардың ажырасуына себепкер болатын біріншіден бір-біріне деген сезімге селкеу түсу, ол әрбір адамның өзіне байланысты сенімсіздіктен. О баста бас қосқаннан кейін екі азамат бір-біріне сенім білдіре алу керек. Және махаббат деген ол мәңгілік тұруы осы сенімнің арқасында және бір-біріне деген түсінушіліктің арқасында. Осында сіздің рөліңіз қандай? Отбасы мүшелерінің әрқайсының жанұяда отбасында өзінің орны болады, өзінің рөлі болады дегендей. Енді жасыратыны жоқ. Мен енді азаматым ерте өмірден марқұм болып кетті. 10 жылдан асты, 11 жылға таяды. 2 ұлымменен қалдым 34 жасымда. Сондықтан да сол отбасында менің орным, әкенің де орнында жүрмін енді. Ананың да орындамын. Ата әженің орнында да өзім, бүкіл барлық тәрбие, барлық салмақ өзіңе келіп түседі. Бір жағы енді сол екі баланы қалайда, әсіресе ер балалар болғаннан кейін, ол ер балаларға сол ер балаға тән тәрбие бере алуым керек. Ол жағдайда не істеймін деп барлығын ой елегінен өткізіп отырамыз, сарапқа салып отырамыз. Қалайда енді ер баланы осы ер азаматқа тән мінез құлық қалыптастыру, олардың бойындағы ер азаматқа тән батылдық, жауапкершілік, бірсөзділік, тұрақтылық деген нәрсенің барлығын бойына сіңіру, ол менің мойнымда. Енді әке орнында да солай әкенің тәрбиесінде, ананың тәрбиесінде беріп келе жатырмын. Аллаға шүкір, балаларым шүкір жақсы. Оның үстіне енді мен отбасындағы ата-анамның ең тұңғышымын, 9 перзент өсірген ата-анам. Сол ізімдегі 8 бауырыма да үлгі болуға, сол жаңағы інілерімнің жұбайларына да үлгі болуым керек, мен сіңілдерімнің жолдастарына да үлгі болуым керек. Соның барлығын ойлап жүрем. Және өзімнің қайын жұртым да бар, мысалы үшін енем бар, қайнапа, қайынбеке дегендей, қайнаға дегендей, міне солардың барлығының тілін тауып, оның үстіне бір ұжымда жұмыс жасап келе жатырмыз, ұжымдастар бар дегендей, мектепте мұғалім болып жұмыс жасаймын. Сондықтан да ол ұжымның да тілін табуға, сол ұжымда да орныңды тауып алып жүру, өзіңнің жолыңды тауып жүру деген өте адамға жалпы жауапкершілік жүктейтін нәрсе, салмақты нәрсе. Сондықтан соның үдесінен шығу үшін қалайда әйтеуір бір ізбен, бір жолмен тәлім тәрбиенің, өнегенің жаңағы ұйытқысы болып жүруге тырысам. Сол себепті мен өз отбасымда сол аналық өзімнің орным бар деп есептеймін. Аллаға шүкір,
әулетім ортасында да, ұжымның ортасында, ағайын туысқанның ортасында да, барлығында да өзіндік орным бар. Анамын, әріптеспін, замандаспын, доспын, сырласпын, перзентпін. Құрметті Құралай Болатқызы, уақытыңызды бөліп сұхбатқа келгеніңізге және жас отбасыларға берген кеңесіңіз үшін сізге көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Мереке тағы да баршаңызға құтты болсын.